Саламатсыздар ма? Қалайсыздар? Бүгін пеште піскен тауық етін дайындайтын боламыз. Бұл тауықтың етін жасалу барысын видеоны соңына дейін көру арқылы біле алатын боласыздар. Ең алдымен менің каналыма тіркеліңіздер, ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар, және де қоңыраушаны баса кетіңіздер. Сонда менің әр шыққан видеомды сіздер көре алатын боласыздар. Ал бастаймыз. Бізге ең алдымен жақсылап жуып тазаланған тауық керек, және де салқын су қажет болады. Ең алдымен суымызды дайындап аламыз. Оның үстіне тұз салдым. Жақсылап тұзды араластырып ерітемін. Ол су біздің тауығымыздың сочный болып пісуіне керек болады. Тұзды жақсылап ерітіп алдым. Енді тауықты салатын боламын. Алдын ала бір күн алдын дайындап қойсаңыздар, өте жақсы болады. Міндетті түрде тауық суға батып тұру керек. Осылай бір түнге қойып қоямыз. Тауықты енді мариновкасын жасаймыз. Тауықты бір түнге суға салып қойған едік. Енді суын төгіп, жақсылап жуып тазалап алдым. Және де тазартылған картошка керек. Онда үстіне 1 столовый ложка тұз салып, жақсылап араластырып қоямын. Тұз картошкаға сіңу керек. Осылай су шыққанша тұрады. Енді бізге майонез керек болады. Тауыққа арналған арнайы өзінің приправасы болады. Соларды қосамын. Тұз бен кристалл бұрышын қосамын. Тұздарын. Және де чеснокты теркадан өткізіп қосамын. Үлкен көлемдегі чеснок. Жақсылап араластырамын. Мен 3 столовый ложка майонез қолдандым. Енді соусты алып, бөлек алып қоямын. Тауықты бөліп шығамыз осылай ортасынан. Міне бөліп алдым. Енді жақсылап мариновкасын жасаймыз. Осы ыдысқа қайтадан салып аламын. Барлық бөлігіне араластырып жағып шығамыз. Дайын мариновкасын жағып қойған бөлігін тауықты 1 сағатқа сіңдіруге қойып қоямыз. Байқасаңыздар, картошканың суы бөлінді. Енді осы суды төгіп тастап, алып қалған соусты осы картошкаға жақсылап қосып шығамын. Суын төгіп алдым. 1 қасық менде артығымен соусым қалған еді. Енді жақсылап картошкаға араластырамын. Енді формамызды аламын. Картошканы осы формаға саламын.
сразу қолдана берсеңіздер болады, өйткені жақсылап тұз картошкаға сіңді. Араларын ашып қойыңыздар, сонда картошка жақсы пісіп шығады. Енді үстіне осылай решетканы қоямын. Решетканың үстіне 1 сағат мариновкада тұрған тауықты жайғастырамын. Тауықтың майы картошкаға қарай, астына қарай аққаннан кейін өте дәмді болып, картошка де дәмді болып шығады. Енді қызып тұрған 180 градуста 1 сағат аралығында пісіріп алатын боламыз. Тауығымыз дайын болды. Ақырында тарелкеге салатын боламыз. Тарелкеге жайғастырып алдым. Енді картошкаларын жан-жағына салып шығамын. Мен бетіне укроп пен пиязды осылай турап қойып жіберемін. Міне тамағым дайын болды. Өте дәмді, сочный болып шығады. Менің рецептіме міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізге ас болсын. Сіздермен болған мен Гүлжанар.